15 тамыз, өздеріңіз білетіндей археологтар күні. Және дәл осы күні сіздер енді мерекенің тарихы белгілі оқиғамен ашылған жоқ. Соған қарамастан белгілі бір мемлекеттік ресми мереке деп саналмайды. Дегенмен әлемнің археологтары оны кәсіби мереке ретінде атап өтуде. Осы мерекеге байланысты біз бүгін студиямызға археологтарды шақырып отырмыз. Жай археологтар емес, ерлі-зайыптылар екен. Таныстырайық, бүгін біздің студиямызда қонақта Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының темір дәуірі археологиясы бөлімінің меңгерушісі, PhD докторы Жанболат Райымқұлұлы және тарих ғылымдарының кандидаты, PhD докторы Әсемгүл Қасенова. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Ал енді өздеріңіз айтыңыздаршы, осы тарих, археология, осы салаға қалай келдіңіздер? Бұл өзі бір қызық. Жезқазған университетінде оқып жүргенде бірінші курста практикаға барамыз, тарихта оқып жүргеннен кейін. Сол кезде бірінші курстың осы май уақытты тұқым тарихшы, негізі мен археолог боламын деп ойлаған жоқпын. Сол бірінші курста практикаға барып, содан жаңағы қазба кезінде әр заттың қолыма ұстап, өзім қазып, өзім тапқаныма қуанып, содан әрі қарай археологияда қалам деп өзіме серт бердім. Жанболат, түсінікті, сіз Әсемгүл? Мен де тура солай десем болады, себебі мектеп кезімізден қызығушылығымыз оянады ғой тарихқа деген, это барлығымызда болады деп ойлаймын. Сол қызығушылық мектептен басталып, университетке барған кезде одан әрі қарай ұлғайып, тарих мамандығында оқыған болатынмын. Содан магистратурамда тарих болатын. Алматыға магистратураға түскен кезімде достарым мені археология институтына шақырып 2008 жылы. Сонда археология институтын көріп, бірақ өзім бакалаврда да қатысып жүретінмін археологиялық экспедицияларға. Сол кезден бастап археологияда қалдым десем болады. Қызық. Ал сол кезде барған ең алғаш қандай қазба жұмыстар болған? Ол Павлодар облысында орта ғасырлық қала қаздық, біз сол кезде болатын. Сол кезде өзім қолмен, жаңа айтқанда қолымызбен ұстап, сол кезде қызығушылық. Ал сіздікі ше, Жанболат? Мен сол Қарағанды облысы, қазіргі Жезқазған облысында Талдысай деген қоныс бар. Қола дәуірінің ескерткіші, бұл мыс балқытқан үлкен жер болған. Сонда қазба жұмыстарын жүргіздік. Ал сіздерді табыстырған археология деп айтсақ бола ма? Шынымен де, ол археология. Әсем магистратура оқып жүрген бірінші курсы, мен онда Әлкей Марғұлан институтында жұмыс істеймін. Сонда танысып, әрі қарай біз экспедицияда жалғасын тауып, қазір таңда. Енді сіздер ерлі-зайыптысыздар, бірақ жұмыстарыңыз археология болғанмен, сіздер қазба жұмыстарын әр жерде жүргізеді екенсіздер, иә? Әсемгүл басқа жақта, Жанболат басқа жақта, екеуіңіздің тек қана отбасыларыңыз ғана бірге, ал басқа кезде жұмыстарыңыз бөлек. Ол қалай енді қиын? Енді бұл археология ғылымында әр өзінің тақырыбы бар. Әр тақырыптың өзінің зерттеуі, әр өңірі бөлек болады. Менікі сыр өңірінде зерттеу жұмыстарын жүргізіп келатырмын 2004-тен бері. Менің тақырыбымда ерте темір дәуірінің ескерткіштері, оның ішінде антикалық қалалар десем болады. Алғашқы қалалар қалай пайда болды, соларды зерттеу жұмыстарын жүргізіп келе жатырмын. Ал менікі болса, ол орталық Қазақстанның тас мүсіндері. Жалпы тас мүсіндеріміз біздің осы күнге дейін, 2010-ға шейін десек болады, ол түркі және де Қыпшақ дәуіріне деп айтып келгенбіз. Ал қазіргі таңда бізге 30-дан жуық сақ дәуірінің тас мүсіндері белгіленді. Қызықты әңгімеміз жақсы өтіп жатыр. Дегенмен дәл қазір біздің бейне сюжетіміз бар. Әңгімемізді осы жерден үзе тұрайық, одан кейін жалғастырамыз. Мына жерде құпыра бар, түрлі жәдігерлер, соның барлығын көрсетеміз. Айтамыз, дәл қазір қымбатты көрермен Өскемен қаласында қобыз жасайтын ұста туралы бейне материалды тамашалап алайық. Қайырлы таң, Қазақстан бағдарламасы эфирге қайта оралды. Осыған дейін біздің студиямызға археология саласында жұмыс жасап жүрген ерлі-зайыптылар қонаққа келіп қосылды. Жанболат Райымқұлұлы және Әсемгүл Қасенова біздің студиямызда қонақта. Әдемі әңгіме болған, жаңалықтарға дейін, үзіліске дейін. Енді дәл қазір бағанадан бері бізді де барша көрерменді де қызықтырып отырған жәдігерлермен сұхбатымызды жалғастырсақ, қандай жәдігерлер, қай дәуірге тиесілі, қай жерден алып қазылған, осының барлығын айта кетсеңіздер. Енді біз қазір таңда өз басым Қызылорда облысы сыр өңірінің ескерткішін зерттеу үстіндемін. 2004-тен бері жалғасып келе жатыр жұмыс.
Мынау енді соның бірі, мынау қыш құмыра дейміз, сусын ішкен құмырасы, бұл шарықта жасалған. Және бұған енді қазір тілмен айтқанда краска, ол кезде ангоп дейміз, ангоп жағылып, оны тегістеген, әдемілік үшін тегістеп, кәдімгідей жасалған ыдыстар. Неден жасалған? Қыштан жасалған? Бұл қыштан жасалған. Қыштан жасалып, оны шарықтан өткізеді, кәдімгі айналма шарық дейді, сонымен жасалған. Қай дәуірде жасалған? Сақ заманы біздің заманымызға дейінгі 4-2 ғасырда. Сонда мынау сақтардың қолданған құмырасы ма? Сақтардың қолданған құмырасы, сусын ішетін ыдысы. Егер осылар сынық күйінде табылса, сіздер оны қайтадан құрастырасыздар ғой? Әрине, оны бәрін жинап, сосын осында келіп лабораторияда оны құрастырып жасаймыз. Тағы да қандай заттар бар? Көріп отырғандарыңыздай, бұл жауынгердің жебе ұшы. Пайдаланған жебенің ұшы. Бұл енді жаңағы аңға шыққан кезде болмаса, жаугершілікте, соғыстың кезде пайдаланған жебенің ұштары. Оны Оля жаңа киноның реквизиттері шығар деп ойлап қалды. Шынымен де жоқ, ойлап қалған жоқпын. Былай қарасаң, бір қарағаннан киноның реквизитіне ұқсайды. Ол оны елестетудің өзі қиын. Ол адамның бір санасына сыйымсыз нәрсе болып тұр да. Бұл да сол сақ заманнан, е? Бұл да сақ заманынан бәрі бір замандас ескерткіштің табылған. Сол ұштар неден жасалған? Бұл темірден жасалғандар. Бұның екі түрі болады, негізі темірден жасалады, және қоладан жасалады. Мыстан жасалады дейміз. Ал егер осындай көне жәдігерді сындырып алсаң, бүлдіріп алсаң, не болады? Әрине, оны сындырмау керек. Бұл өзіміздің ұрпаққа қалатын тарих. Сондықтан сындырмаған. Оля, ол кезде екеуміз қоштасамыз. Сындырсаң. Қандай қызық. Мына жерде әсіресе... Бұл енді жаңағы әшекей дейміз. Бұл жаңағы ханшайымның пайдаланған, қазір тілмен айтқанда тарақ. Негізі бұл археология ғылымында гребен дейді. Бірге ғой, е? Бірге өзінің Однелка сапарға шығарып салғанда бірге шығарып салатын заттар, бұйымдары бұлар. Осындай тарақпен шашты қалай ғана тараған? Сүйектен жасалған ғой, е? Сүйектен жасалған. Қандай ғажап. Геометриялық көріп тұрсыздар, узорлары бар. Өрнектері. Және мұна жерде менің байқағаным, мынау қазіргі тілмен айтқанда кальянның бас жағындағы тұратын, е? Солай ғой, е? Бұл енді иш шығаратын шырағдан деп айтамыз. Нәрсесі болса керек, е? Бақсылар кальян тартқан кезде осылай жаңағы түтіндетіп бұл кезде де кальян деп айтуға бұл ғұрыптық ыдыс деп айтамыз. Салт дәстүрлері өздерінің ішіне шөп, әртүрлі шөптер салып, оны түтіндетіп, иістендіреді. Адыраспан салып аластатып. Аластатып. Тағы да қандай бұйымдар бар? Ат әбзелдері, бұл аттың әбзелдеріне пайдаланатын әшекей заттары бұлар. Жапсырмалар дейміз әшекейлері. Бұл қоладан істелген, қола, мыстан жасалған заттары. Сонымен қатар тағы да әшекей бұйымдар, мынау енді алтын бұйымнан жасалған беделді адамдарда болады, киімдеріне тігілген әшекей жапсырмалары. Мінеке, мынау алтыннан жасалған арыстанның басы, е? Жолбарыстың бейнесі, мысық тектес аңның бейнесі жасалған. Мынау енді өсімдік, бұл жаңа қызғалдақ дейміз. Сол қызғалдақтың бейнесінде сомдалған. Яғни ол жерде тегінен тегін жатқан адамдар емес қой, е? Әрине, ол жерде текті көсем болу мүмкін, болмаса жаңағы жауынгер болу мүмкін, беделді адамдардың жатқан жерлеріне бірге шығарып салатын заттар болған. Жұмыстарыңыз қандай қызық. Әсемгүл, ал мысалы қазба жұмыстар болып жатқан кезде түрлі бір тылсым оқиғалар орын алып жатыр ма? Осындай бір жағдайлардың куәсі болып едіңіздер? Жоқ, енді біз ондайға археологтар болғандықтан біз ондайға сенбейміз. Әрине, бізге келген адамдар, мысалға қонақтарымыз сөйтіп айтып жатады. Өкінішке орай өзім ондайда тылсым оқиғаларды көрген жоқпын. Біз қазба барысында адам сүйектерді тазалаймыз. Мысалға өзім сақ дәуірінің ескерткіштерін қазған кезде. Қазіргі енді ғана біліп келе жатыр археология ғылымын. Негізі біз ауылдық жерлерге, жаңағы жерге, өңірлерге барған кезде бізді кімсіңдер деп сұрайды. Сол кезде айтамыз, біз археологпыз, осындай тарихи ескерткіштер зерттейміз, олар айтады, олар әлі түсіне қоймайтындығын басында. Ой, геологтар дей салатын. Біз археологты былайша жаңа түсіндіріп айтамыз, геологсыңдар ғой дейді. Қазір таңда, мына қазір енді біраз жыл болды, археологтар көп Қазақстан түкпір-түкпірінде қазба жұмыстарын, зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқандықтан халық біле бастады. Қазір көрсеңдер, кеп амандасып, ескерткішімізді көрсетіп жатсын, біздің жерімізде мынандай бар деп, жаңа өздерінің ата-бабаларының жерлерін айтып кетіп жатыр, мақтан тұтып жатыр. Мақтана бастайды.
Енді осы археологтар қалай тойлайды осы 15 тамыз бүгінгі археологтар күнін? Енді ресми мереке болмаса да сіздер атап өтесіздер ғой. Қалай тойлайсыздар? Бүгін қандай жоспар бар? Ресми болмаса да, бірақ негізі ТМД елдерінің ішінде Ресей, Беларусь, Украина, Өзбекстан археологтары, Қазақстан бар. Бәріміз осы мерекені, кәсіби мерекені атап өтеді. Тек қана атап өтпейді, бұл далалық мереке дейміз. Үлкен костерлар жағылады кешке қарай. Сосын мына жас ғалымдар, студенттер десек болады, студенттер келген кезде біз археологиямен айналысамыз, археолог боламыз дейтін балаларды біз ант беріп қабылдатқызамыз оларды. Ол тек қана ант бермейді, ол өздеріне тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмалардан өткіземіз, сосын барып ант қабылдатқызып барып қабылдаймыз. Сосын барып археолог деп атаймыз ол балаларды. Әдемі әңгіме болды. Біздің студиямызға келгендеріңізге көп Сіздерге үлкен рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бүгінгі мерекелеріңіз тағы да құтты болсын дейміз. Міндетті түрде жақсылап атап өтіңіздер. Мынау енді сіздерге көп рахмет, шақырып Евразия бір арнасына көп рахмет айтқым келеді. Мына бізді археологтар күнін, кәсіби күнін дәріптеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Рахмет тағы да, қымбатты көрермен, біз хабарымызды ары қарай барлықтарын жақсы көретін жұлдыз шоуын жалғастырамыз.